Баршаңызға сәлем достар. Бүгін көптен күткен сникерс пирогының рецептісімен бөліспекшімін. Қамыр өте үлпілдек, дәмінің өзі сондай керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, подписка жасап, және де пікірлеріңізбен бөлісе кетіңіздер. Бұл рецептпен мен арнайы тапсырыстар қабылдап, бокстар жасаймын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі өте күшті болып шығады. Өте қолжетімді заттардан жасалады. Тапсырыс алып жасасаңыздар болады, немесе жай ғана өз үй ішіңізді, отбасыңызды қуанту үшін жасауға болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз, яғни ұн қопсытқыш және де какао. Барлығын осылай біріктіріп аламыз да, жақсылап оны араластырамыз. Қайсының қанша грамм екенін описанияға қалдыратын боламын. Описаниядан қарап жасайсыздар. Және де ендігі біз араластырып аламыз. Бөлме температурасында сары май, қант, бір жұмыртқа. Жұмыртқа барлығын осылай жақсылап араластырып, жаңағы құрғақ ингредиентімізбен бірге біріктіріп, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, қолға сәл-пәл жабысқақ болуы қажет. Сол кезде қамырымыз қалай айтса болады, өте нәзік, жұмсақ, керемет үлпілдек болып шығатын болады. Егер де сіздер жаңағы ұнын көп қосып қоятын жағдай болатын болса, онда қамырымыз қатты, көтерілмей қалған секілді болып қалады. Қамырымыз дайын болды. Енді кезек салмасына келетін болсақ, менде бұл жерде варенка және де арахис. Варенка алған кезде, яғни майлылығына қараймыз. Менде бұл жерде 12-8 майлылықпен. Қызым сыртқы қапшығын жұлып тастағандықтан мен сіздерге көрсете алмадым. Негізі сол дүкендерде сатылатын қарапайым варенка сгущенкасы. Осылай арахисті қосып араластырып аламыз. Енді тестамызды формочкамызға жақсылап жайғастырып шығамыз. Ол үшін оқтаудың көмегімен ең алдымен жақсылап жайып аламыз, біркелкілендіріп. Немесе бірден қолдарыңызбен, яғни форманың ішінен біркелкілендіріп жайсаңыздар болады. Мен осылай оқтаудың көмегіне жүгіндім, біріктіріп алдым және де формаға салдым. Негізі бортигін бөлек алсаңыздар болады, бірақ мен үнемі осылай бортиктарын осы бір тестадан шығаруға тырысамын. Шаңышқының көмегімен тестаны жайғастырып, жайландырып шықтым және де салмасын осылай салдым. 30 минут аралығында 180 градуста пирогтарымыз дайын болады. Мінекей осындай болып шықты. Оны суытамыз. 1 сағат, жарты сағат көлемінде далаға шығарып суыттым. Және де бетіне шоколадты глазур құямыз. Ол үшін Қазақстан шоколады керек болады. Және де сары май. Баяу отта оны осылай балқытып аламыз. Және де үгітілген арахис қосамыз. Сол кезде сникерс пирогының бетіндегі глазуры дайын болады. Мінекей осылай дайын болған глазурымызды пирогымыздың үстіне құйып, оны тағы да 1-2 сағат көлемінде суытамыз. Яғни толыққанды кебу қажет. Өте күшті болып шығады. Глазурымызды құйып болған соң, тоңазытқышқа немесе далаға шығарып, бетін қатырып алғандарыңыз жөн. Сол кезде беті қатқан, яғни нағыз сникерс шоколадына ұқсайтын болады дәмі. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.